пышақты мен шерзатқа салып алдым деген сөзіңіз бар. Соған не айтасыз? Құрметті сот, мойныма алған себебім бізді Талғар қаласында бағана полиция басқармасында болған кезде тергеушілер бұны бір адам істеді, бір адам мойын алмаса бәрілерің қиын болады деді. Сол кезде групповой кетесіңдер деді. Сонымен бізді Қонаев қаласына этаппен алып кететін болды. Этаппен алып келе жатқан кезде газелдің ішінде Сахиев Равиль, Белғожаев Шыңғыс, Тоқтаубаев Азамат төртеуміз болдық. Сол кезде сөйлестік. Сол кезде Сахиев Равиль бір адам істеді, бір адам мойындасын, мойындамасақ бәрімізге қиын болады деді. Сол кезде сол менде пышақ болғаннан кейін мен өзімді андай бір қылмыс жасап жасырған болмайын дедім де, іштей ойландым. Алсам мен ала салайын деп. Сол күні Қапшағай Қонаевқа келдік. ИВС-қа келген кезде бәріміздің басымыз қосылды. Сол кезде сөйлесіп үлгеріп қалдық. Сол кезде сөйлескен кезде Тоқтаубаев Нұрбол айтты, Абзал сенде пышақ болды ғой деді. Сол кезде мен көп ойланған жоқпын. Мен мойныма алам шерзатты дедім. Бірақ мен бағана Нұрғанаттың жамбасына тыққан пышақты Шыңғыс мойын алатын болып шешті. Сөйтіп келіскен болатынбыз сол жерде. Сонымен бізді Қонаев қаласындағы полиция департаментіне алып кетті. Сол жерде келіскеніміз бойынша сөйтіп айттық. Тергеуші де келді, тергеушіге де сөйтіп айттым келісу бойынша. Бесі күні сіз жауап берген кезде 2 пышақ алынды деп естідім. Соны естіген кезде мен Қапшағайда тергеушілерден естідім, осы сендерден 2 пышақ шықты деп біреу айтты маған. Сол мен оған қатты сене қойған жоқпын. Содан кейін пышақ менде ғана болды, мен кірсе мен кіріп кеткен шығар деп көп ойланған жоқпын сол кезде. Микрофонға жақын тұрыңыз. Ал енді сіз не себепті пышақпен жәбірленушінің құйрығына тықтыңыз? Нұрғанаттың жамбасына, құйрығына. Мылтық атқаннан кейін ашу ызасы үстіне түсіп кеттім, ашуға түсіп кеттім. Оны мойындаймын, ашуға түсіп, ашуланып тыққанымда. Бірақ өкінемін оған. Оны өлтіру мақсатыңыз болды ма? Өлтіру мақсатында тыққан жоқпын мен оны.